Сәлеметсіз тіліме 7 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English plus 7 Unit 6 Hobbies and Leisure тарауындағы Time and Numbers атты сабақтың жаттығуларының жасалу жолымен және де жауаптарымен танысып боламыз. Page 78, 78-ші бет. Сабақта бастамас бұрын келесі сабақта жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ ұнаса, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. The first exercise. Complete the lists with the words in the box, then listen and check. Нәтижеге берілген тізімдерді мына жоғарыдағы сөздермен толықтыр дейді. Бұл жерде times уақыт кезеңдері және numbers сандар. Times, a millennium мың жылдық, a century ғасыр, a decade 10 жылдық, a year жыл, a month ай, a week апта, a day күн, an hour бір сағат, a minute бір минут, және де a second секунд. Now numbers сандар. The fifth, a billion миллиард, a million миллион, a thousand мың, a hundred жүз, a dozen 10 мың, a few бірнеше, a couple жұп, яғни екі штукты a couple деп атасақ болады екен, and the eighth, a half жарты, a quarter ширек, and the ninth, a not ноль, яғни жоқ деген мағынаны білдіреді. Now let's do exercise 2, listen and say the numbers. Берілген тыңдауымды тыңдап отырып, сіздер сандарды айтып үйренулеріңіз қажет. Numbers сандар, ordinals реттік сан есім, dates даталар, prices бағалар, distances ара қашықтық. Now let's begin. Vocabulary. Exercise 2. Numbers. 0.2 1965 2800 Ordinals. 5th 12th 13th 20th Dates. 1965 2008 Prices. €6.40 €12.50 Distances. 100 kilometers. Now let's do exercise 3, correct the sentences using numbers and ordinals. Төмендегі берілген сөйлемдерде қарамен берілген сөздер, яғни сан есімдердің орнын дұрыс сан есімнің түрімен алмастыр дейді. For example, мысалы, there are third bedrooms in our house. Third дегеніміз бұл реттік сан есім үшінші деп аударылады. Сондықтан бұл сөз бұл сөйлемге сәйкес келмейді. Себебі біздің үйде үшінші қонақ бөлме бар деп айтамаймыз ғой біз. Біздің үйде 3 қонақ бөлме бар, яғни 3. Жай сан есіммен алмастырамыз. Next. The second, Elizabeth Blackwell was the one woman to become a doctor. Elizabeth Blackwell дәрігер болған ең алғашқы әйел, яғни ең бірінші әйел. Яғни бұл жерде реттік сан есім керек. One деген сөздің реттік сан есімі one бірінші first болады. Яғни first деген сөз қолданамыз. The third, I live on the 12th floor of a block of flats. Мен пәтерлердің көп қабатты пәтердің 12-ші этажында тұрамын, 12-ші қабатында тұрамын деген. Яғни бұл жерге де бізге реттік сан есім керек. 12 12-ші болады. The fourth, she finished 2 in the race. Яғни бұл жерде де реттік сан есім second. 2 екінші second болады. The fifth, my dad traveled to other countries 5 times last year. Өткен жылы менің әкем басқа елдерге 5 рет саяхаттады. 5-ші деп жазып тұр. Бізге тек қана 5 деген сөз керек. 5, yes.
Дұрыс жауаптар мына жерден жазып алсаңыздар болады. Now exercise 4, work in pairs. Do the numbers quiz on page 59. Then listen and check your answers. 59-шы беттегі numbers, яғни сандар деп аталатын сауалнаманы орында дейді. Одан кейін тыңдалымды тыңдап отырып, өз жауаптарыңызды тексерсеңіздер болады екен. Numbers quiz. The first, what is the average life of a human in years? Яғни жалпы адамдардың орташа өмір сүру жылы. Қанша жыл адамдар өмір сүреді орташа алғанда? C 66. 66 жыл, шамамен 66 жыл өмір сүреді екен. Next. The second, what is the approximate population of the planet? Біздің планетаның халқының саны шамамен қанша? 7 billion, 7 миллиард. The third, what is the distance from London to New York? Лондон мен Нью-Йорк қалаларының арақашықтығы қандай? B 5,585 kilometers. The fourth, how many millimeters are there in a kilometer? Километрде қанша миллиметр бар? 1 million. The fifth, how many years are there in a millennium? Мыңжылдықта қанша жыл бар? A 1000. Next. What is the half of a dozen? C 6. Next, the seventh. How much times does the average child in Britain watch TV every day? Ұлыбританияда балалар шамамен бір күнде қанша уақыт сағат теледидар көреді? C 3 hours, шамамен 3 сағат. 8. In which century was William Shakespeare born? William Shakespeare қай ғасырда туылды? 16th century, 16-шы ғасырда. 9th. What distance is a marathon running race? Марафонда жүгірудің арақашықтығы қанша? 42,195 kilometers. 10. How many minutes are there in 3/4 of an hour? Яғни бір сағатта 3 ширекте қанша минут бар? 45 minutes, 45 минут бар. And 11th, what was the year of the first Olympic Games? Олимпиадалық ойындар болған ең алғашқы қашан болды? A 776 BC. And the last one, 12th, what is the number PE? Yani P B 3142. Осымен numbers quiz аяқтап болдық. Now let's take exercise 5. 5-ші жаттығу. Work in pairs, ask and answer the questions. Төмендегі берілген сұрақтарға жауап бере отырып, және де бұл сұрақтарды досыңызға қойып отырып, диалог құрастырсаңыздар болады. The first question. What's your date of birthday? Сіздің туған күніңіз қашан дейді? My date of birthday is деп мына жерге өздеріңіздің туған күндеріңіз жазасыздар. Мысалы, 1 қыркүйек деген кезде is 1st September деген сияқты. Next. Second, what's your lucky number? Сіздің удачный дейді ғой. Сәтті саныңыз қандай? Бос орындарға өзіңіздің сәтті саныңыз жазасыз. Next, the third. What's your house or flat number? Сіздің үйіңіздің немесе пәтеріңіздің номері. Егер де сіз үйде тұратын болсаңыз, house, пәтерде тұратын болсаңыз, flat деп аласыз. Мен екеуіне жазып қойдым таңдауға. My house flat number is деп өзіңіздің үйіңіздің немесе пәтеріңіздің номерін жазасыз. The fourth. In what year will you be 20?
Қай жылы сіз 20-ға толасыз? I will be 20 in деп есептеп өзіңіз қай жылы 20-ға толасыз, сол жылды жазасыз бос орынға. What's the price of a cinema ticket in your town? Сіздің қалаңызда кинотеатрда киноға деген билеттің бағасы қанша? The price of a cinema ticket in my town is деп мына жерге билеттің бағасын жазасыз. Мысалы, шамамен 2000 теңгенің арғы бергі жағы болады. Ол сіздің қалаңызға байланысты. How long do you need to sleep each night? Әр түнде ұйықтау үшін сізге қанша уақыт керек? I need to sleep 7 hours each night. Мен бұл жерде 7 сағат керек деп жазып қойдым. Егер де мына 7 деген санның орнын ауыстырсаңыз болады, өзіңіздің қажетіңізге сәйкес. The seventh, how much money do you need to be happy? Сізге бақытты болу үшін қанша ақша керек? I need деп бос орын қалдырып қойдым. Осы жерге сіз доллармен, теңгемен көрсетсеңіз болады. Сізге бақытты болу үшін сізге қандай сумма қажет? Осыны санмен жазасыз. Осымен біз 70-ші беттегі Time and the Numbers атты сабақтардағы жаттығулардың жасалу жолымен таныс болдық. Егер сабақ сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Goodbye, келесі сабақ кездескенше.